Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ачма тоқашының дайындалу жолын көрсететін боламын. Салмасы екі түрлі болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қонақ келген жағдайда тез дайындай салуға болады. Бар жоғы 10 минуттың ішінде пісіп шығады. Видеоны айналдырмай қараңыздар, сонда сіздерге барлығы түсінікті болады. Ең алдымен жылы суға 110 грамм суға 10 грамм қант, 10 грамм тұз салып, жақсылап тұрып араластырып ертіп аламыз. Бөлек ыдыста. Содан соң барып 10 грамм дрожж, 20 грамм сұйық май құямыз. Және 10 грамм бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосатын боламыз. Енді таразыны нөлге теңестіріп аламыз да 220 грамм ұн қосатын боламыз. Мен осы ұнды пайдаландым. Міндетті түрде таразы пайдаланыңыздар, көз мөлшерімен жасасаңыздар, бұндай тоқаш шықпай қалуы мүмкін. 220 грамм ұн саламыз, одан артық көп салып қоймаңыздар. Және қолдың көмегіне жүгініп, өте жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Біздің иленген қамырымыз мүлде қолға жабыспайды, және иленіп жатқан кезде ыдысымыз сондай бір тап-таза болып шығатын болады. Артық қамыр, артық ұн шетінде еш жерінде қалмайды. Сондықтан қамырды ұзақ илеп, кемінде 10 минутта илеңіздер. Илеп болғаннан соң ыдыстан алып, дәл осы әдісті жасаңыздар. Себебі біздің қамырдың құрамында дрожж, сұйық май және сары май болғандықтан біздің ұн салғаннан кейін барлығы бір қалыпқа еніп, еруі керек. Сол себепті дәл осы әдістердің бәрін пайдаланыңыздар. Ерімеген жағдайда біздің қамырымыз шикі болып қалуы мүмкін. Осы әдісті пайдалануды ұмытпаңыздар. Бетін жауып, кемінде жарты сағат немесе 45 минутқа қоясыздар. Қатты көтерілу міндетті емес, кемінде жарты сағатқа қойсаңыздар жеткілікті. Мен осылай бөліктерге бөліп, барлығының граммын бірдей қылып алдым. Менде 60 граммнан алдым. Сіздер одан кішкентай немесе үлкен қылсаңыздар болады. Менде 6 штук шықты. Егер сіздер менен көп жасасаңыздар, көрсетілген граммды 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Қамыр жабыспайды, мүлде оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Осы кезде осындай шоколад пайдаландым. Басқа шоколад пайдалансаңыздар болады. Бұл кезде өздеріңіздің қалауларыңыз, егер сіздер көп қосқыларыңыз келсе болады, бірақ мөлшерден тыс көп қосып жіберсеңіздер, ыстық пешке кірген кезде еріп ағып кетуі мүмкін. Сондықтан бір орташа қылып жағыңыздар, екі шетін қатты қысып, осылай кері байланыс жасайтын боламыз, және екі ұшын бір-біріне біріктіріп аламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар, осындай форма шығатын болады. Екінші салмасы. Бұл жерде мен екі түрлі салма салдым. Яғни бірінші салмасы ертілген сары май, яғни бөлме температурасында тұрған сары май, және де дәл сол шоколадты пайдаландым. Негізі осы әдіспен дайындап көрсеңіздер, өте дәмді, сондай ерекше болып шығады. Міндетті түрде сары майымыз бөлме температурасында болуы керек. Қатты көп қоспаңыздар, сары майды да көрсетілген грамм бойынша қосып шығыңыздар. 5 грамм, 4 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Одан артық қосуға кеңес етпеймін. Және дәл жаңағы пайдаланған шоколадты да жағып шығамыз. Қатты ортасына таман алып жаға беріңіздер, себебі біз қазір ораған кезде шетіне ағып кетпей, сондай бір-біріне байланыстырған кезде де қосылып шығатындай болуы керек. Сол себепті қатты шетіне жақындатпауға кеңес етемін. Қатты қысып дәл осылай жасап шығыңыздар, сондай шоколад да, сары майымыз да ыстық пешке кірген кезде еріп шықпайтын болады. Дәл осылай жаңағыдай кері байланыс жасап, екі ұшын біріктіріп, домалақ форма шығаратын боламыз. Егер де сізге кері байланыс жасау қиын қылып, жыртылып кетіп жатса, онда мына әдісті пайдаланыңыз. Дәл видеодағыдай алақанның көмегімен осылай жая отырасыздар, ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Енді екі ұшын біріктіреміз. Міне дәл осындай болып шығады. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығатын боламыз. Және мен күнжіт пайдаландым бетінің әрлеуіне. Сіздер де басқа зат пайдалансаңыздар болады. Мак, түрлі дәндеуіштер болады ғой, сондай пайдаланып шықсаңыздар болады.
180-200 градусқа кемінде 10 минутқа салып аласыздар. Осылай болып пісіп шығады. Енді әркімнің пеші әрқалай, пешке қарап отырыңыздар. Тез піседі. Мінекей, өте сондай сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Сондай бір дәмді, ерекше тоқаш болады. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менен қандай тағы да басқа рецептер күтесіздер, пікірге қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ораза айы қабыл болсын достар. Оразада осындай тәтті тоқаш дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған Назерке.